Талдықорғандағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 7-ші сынып үшін өркен білім беру грантын тағайындау жөнінде конкурс жалғасуда. Оған кез келген мектепте оқитын 6-шы сынып оқушысы қатыса алады. Құжаттар келер айдың 21-не дейін қабылданады. Бұл туралы Жетісу медиа алаңында өткен брифингте айтылды. Білім ошағына іріктеу 2 күн бойы өткізілетін 2 кешенді тестілеуден тұрады. Ол сәуір айының 14-15 күндеріне белгіленген. Онда балалардың математика, сандық сипаттамалар және жаратылыстану пәндерінен зерделеу қабілеттері сыналады. Сонымен қоса жеткіншектер қазақ, орыс және ағылшын тілдері бойынша тест тапсырады. Нәтижесін Нидерландыдағы СИТА педагогикалық өлшеулер институты шығарады. Сыннан сүрінбей өткен өрендер Назарбаев зияткерлік мектебінде тегін оқуға мүмкіндік алады. Айта кетейік, білім ошағына 5-ші қаңтардан бері 130-дан аса құжат келіп түскен. Былтыр жалпы 600-ге тарта бала мектепте оқуға ниет білдірген. Тек олардың 125-і ғана Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы атанды. Тапсырылатын құжаттар тізіміне біріншіден үміткердің заңды өкілінің өтініші, үміткердің туы туралы көшірмесі және заңды өкілдің жеке құжатының көшірмесі, үміткердің 3/4 форматтағы сандық фотосуреті, заңды өкіл толтырған сауалнама және 6-шы сыныпта 1-ші жартыжылдықта оқыған оқу табелі. Назарбаев зияткерлік мектептерінің негізгі ерекшеліктерінің бірі бірінші ИНАЭС программ, яғни біздің оқу бағдарламасы. Екінші ерекшеліктеріміздің бірі бұл үштілділік саясаты деп айтсақ болады. Біздің басым бағыттардың бірі тәжірибемен бөлісу. Яғни Назарбаев зияткерлік мектебі бұл мектеп болып қалмастан бұл және тәжірибе алаңы болып табылады. Ғылыми жобалар және олимпиадалық бағыттарда да бізде жұмыстар жақсы орынға қойылған. Бұл бағытта да мектепте өте тәжірибелі мұғалімдер бар. Және біздер сырттан да мамандарды жұмысқа тартамыз. Университеттен әртүрлі профессорлар мысалы келіп, оқушылармен ғылыми жобалар жұмыс үстінде жұмыс алып барады.